қайырлы күн біздің табысты кәсіпкерлер, біздің Wildberries курсымызға қош келдіңіздер. Есімім Аида, кәсіби және Wildberries экспертімін. Wildberries жайлы не білеміз? Wildberries деген ресейлік сайт, үлкен сату алаңы. Негізін қалаушы Татьяна Бакальчук, Ресейдегі номер бірінші ең бай әйелдер қатарында. Бұл Wildberriesті Татьяна Бакальчук ең бірінші құрған кезде бұны жай интернет-магазин, яғни киімге арналған жай интернет-магазин для одежды болған. Бірақ ол Татьяна Бакальчуктың өзі күтпегендей қазіргі таңда дәрежеде тұр. Бұл сайт үлкен сату алаңына айналды. Бұл жерде әйелдер киімінен бөлек, косметикасынан бөлек үлкен мебельдерді де, даже запчастилерді, техниканы да заказ беріп тапсырыспен ала алатын мүмкіндік бар. Бұл сайтта 6 ел сатушы бола алады және 18 ел сатып ала алады. Яғни 180 миллион сатып алушысы бар үлкен алпауыт алаң. Енді оны көретін болсақ, ең бірінші Wildberries'тің жай Google'ға жай Wildberries деп жазсаңыздар, магазин шығады. Мына магазиннен өздеріңіз заказ бере аласыздар. Бірақ біз бұл жерде заказ беру үшін емес, товар сату үшін. Сондықтан сату үшін, то есть партнер болу үшін осы жай магазинмен тіркелеміз. Мына жерде профиль дегенге өз номерлеріңіз жазып, код келеді, сонымен ары қарай кіріп кетесіздер да, и продавайте на Wildberries'пен ары қарай жеке сатушының кабинеті, яғни кабинет продавцаға өтесіздер. Мен уже өтіп алдым, міне кабинет продавца, то есть міне партнер, Wildberries партнер деген жаңа парақша ашылады. Ең алдымен жұмысымызды неден бастаймыз? Ең алдымен өзіміздің счетымызды, өзіміздің данныйларымызды енгізуден бастаймыз. Ол үшін міне мына жерде ипіңіздің, тоғыңыздың аты тұрады, сол жерде настройкаға барамыз. Настройкаға барып, өзіміздің данныйларымызды толтырамыз. Менде уже толған, сондықтан редактировать етіп сіздерге көрсетейін. Ең бірінші BIN. BIN сіздер ИП аштық, біз кәсіби сабақта ИП аштық. ИП ол сол адамның иіні болып табылады. Яғни иін мен BIN ИПсі бар адамдарда бірі болады. Мына жерде өздеріңіздің иіндарыңыз жазасыздар. Мына жерде ИПларыңыздың толық аты жөні, мына жерде де толық аты жөні. Организация без НДС таңдайсыздар. ИП болса ИП без НДСті таңдайсыздар. Әрі қарай Қазақстан, Алматы облысы, өз көшелеріңізге шейін данный адрестеріңізді толтырасыздар. Әрі қарай өз аты жөндеріңіз, яғни ИП-ның директорын жазасыздар. Расчетный счет деген бұл Каспи Pay'іміздағы счет. Каспи Pay'ға кірген кезде мой банк деп тұрады. Мой банктың ішіне кірген кезде кәдімгі KZ, яғни тинговый счетымыздың инфо деген жерінде KZ счеты бар. Сол счетты жазамыз мына жерге. BIG деген жері бар, сол инфо деген реквизит тұрған жерде тоже BIG-ті жазамыз. Әрі қарай мынау BIG транзитного счета, расчетный счет транзитного банканы осы сабақтың астында жазып кететін боламыз. Осы сабақтың астында беріледі. Название магазина, өз магазиндеріңіздің, өз қалыптастырып жатқан брендтеріңізді осы жерге жазып кетсеңіздер болады. Әрі қарай сохранитті басамыз. Болды, міне данные успешно сохранены. Дальше, мына жерде пользователь өздеріңіздің данныйларыңызды жазсаңыздар болады, номерлеріңізді. Одан кейінгі маңызды шаг ол мои складыға барамыз. Аты жөнімізбен уже сайтпен таныстық, Wildberries'пен өзіміздің ипімізді, атымызбен таныстық. Енді өзіміздің адресіміз қай жерде, складымыз қай жерде, соны Wildberries білу керек. Ең маңызды қадам ол міне marketplace, мои складыға барамыз. Складыға бар. Менде уже тұр, бірақ сіздер міне добавить склад дейсіздер да. Склад на складочный деген жерде, мысалы ИП Ахметова деген сияқты өз ИПларыңыздың атын жазасыздар. Мына жерде ИП-ның аты. Содан кейін мына жерде екі вариант бар бізде. Курьерге апару немесе складқа апару. Біз Ресейде тұрмағандықтан бізге курьерге апару деген бізде Қазақстанда не активны. Сондықтан біз доставка на склад Wildberries дегенді таңдаймыз. Әрі қарай мына списоктан Қазақстанды тауып аламыз. Город. Бұл жерде город берілмейді, біз Ресейден болмағандықтан бізге тек елімізді ғана таңдаймыз. Қазақстан таңдаймыз мына жерде. Қазақстан. И астында да Қазақстан автоматты түрде шығады. Болды, сохранить дейсіз.
осылай сохранить еткен кезде сіздің складыңыз осындай болып сохранен болып шығады. Яғни Wildberries біздің аты жөніміздің қай елден екенімізді білді, складымыздың қай жерде екенін білді. Болды, әрі қарай біз жұмысымызды бастап кете аламыз. Бүгінгі сабақ Wildberries сайтымен танысу болды. Келесі сабақта кездескенше.